Сәлеметсіздер оқушылар, бүгінгі ашу сабағымды бастаймын. Отыра қойыңдар. Кезекші тұрады, қалған оқушылар отырады. Сыныпта кім бар, кім жоқ? Сыныпта бүгін Бағымбет, Айшуақ, Қамшол, Кенжебек. Себепті? Жақсы, отыра қойып. Бүгін мен осы үш қиян толғауының үзінділеріне тоқталғым келіп отыр. Әрқайсылардың алдарына lesіндерге дайындап қойдым тапсырмалар. Жұптарға бөліп отыр, жұппен жұмыс жасағым келіп отыр. Бірінші жұп боласыңдар, өлеңді сендерге бөліп қойдым үзінділер. Бірінші жұп, екінші жұп, үшінші жұп, төртінші жеке жұмыс жасайсың, қасында оқушы жоқ екен. Бесінші жұп, 6 еркен асың жеке, 7 жеке жұп боласың. Өйткені сен бізде өлең құрасы ақынсың, өзің жеке құрасы өзгеріп келесі, және сендер 8-ші жұп боласыңдар. Бала, креативті деген сөз, өлеңнің бала мазмұны өзгермейді. Сендер өздерің өз сөздерімен не істейсіңдер, мазмұнын өзгертпей, үзіндіні өзгертіп жазасыңдар. Бұны мен сендерге сабақ барысында түсіндіремін. Енді сабағымда бастамас бұрын психология арқылы жасап алғым келеді. Барлықтан бір шеңбер ортаға шақырғым келіп отыр. Мен ізденімпазбын. Өте жақсы. Қамқорлық, ақкөңілсің, еңбекқоршылық, жомарт, өте жақсы. Адамгершілік, еңбекқор. Бала осы қасиеттермен бүгінгі сабақты көңіл-күйімізді өте жоғары деңгеймен өткіземіз деп сенемін. Отыра қойыңдар балалар. Үш қиян осы Еділ, Маңғыстау, Жайық жерлері. Үш қиян деген ол осы үш жердің атауы, сол себептен ол үш қиян. Қандай жер атауы? Еділ, Маңғыстау, Жайық жері. Өте жақсы. Үшінші атаған бар ма? Димаш айта қой. Бүгінгі толғау үш қиян деп атаған. Өйткені ол үш түрлі жерді айтып, олардың бұрынғы және кейінгі жерлерін көрсетеді. Өте тамаша. Жарайсың. Толғау жайында не түсіндіңдер? Адамдар бір-біріне адал, бір-бірін сыйласам, жау жеңіп, яғни олар ешқашан оны сындыра алмайды. Өте жақсы. Жарайды. Еділді тартып алғаны, жүрекке өкініш салғаны, жүректі тартып алғаны, қанда жеріне қол салғаны. Ойдағысы сол болды, ойылды да тартып алғаны, Маңғыстаудың күштіде, оны да бағаланы. Қандай сөздерін алып Екі қол салғанды, жүрекке өкініш салғанды. өте жақсы сөз салады. Одан Жаңаға қол салғанына, қазақ жеріне қол салғаны дейді. жақсы. Ойдағаны, ойылдың ойдағы өзгерттіп, ойдағаны ойылдың. Ойылды. Үй болды, е? Жарайды. Келесі, төртінші. Өлең қылдың бұл сөзді, сіңірген бұл заманның, заман жамандан не болып, ай өз орнынан туады, күн өз орнынан шығады, жаманның бәрі адамның. Қандай сөздер дамастыр? О дегенді болуға, қайғы шектің дегенді, түңілдің дегенді, заман асып дегенді, заман жамандық дегенді. Тағы? Тағы байқадым. Бұның бәрі адам. Оның бәрі адамның дегенді, жаманның бәрі адамның. Жаманның бәрі адам. Өте жақсы. Келесі. Бесінші жұп. Адамның жаман белгісі екі кісі дос бол деп айтпайды. Тоқтар менен талғаттың аспанға ұшып барғаны, біраз күнде ұшқан. Ұшқан күн өсектеп, жерге қайта қонғаны, бұл да заман белгісі, техниканың дамуы.
Бұл да арасын жаруға адамның арман табуы. Өте жақсы. Сөздерін айтып тұрған сөздерін алмастырған. Адамның азға белгісі, азға деген сөзді жалғасы деген сөзге ауыстырды. Екі кісі жалғаса, жалғаса сөзін орыстан бұл сөзге ауыстырды. Тату бол деп айтпайды. Бұндағы тату сөзін дұрыс. Тағы да екінші өлеңге. Ешкім хабар деген Одан кейін арбасын сүйреп таңғалы аспанға ұшып барғанын көрсетті. Жарайсыңдар, жақсы балалар. Келесі жұп. 6-шы жұп шыға қойып. Айыры екі арасының кейбірге қаралған мұсылғанның баласы алшақ тамын жаманады. Үміт қайыр жолыда жақын дос шыранады. Тыпырған сен серіде қалмады нәрсе қарадан берекет етіп қазаннан кетті қуат алдымы. Қандай сөздермен алмастырдыңдар? Арасынан кейбіріне де қатысты қашылып көрді деген алшақтамай. Атқа тегінде тұлпарға, жігітте тегінде середе. Жақсы. Келесі екінші жұп. Азама деді бір жігіт, әлеуметі жоқ зар болды. Контент жоқ, көрер көз деп қарапайымнан хан болды. Айды ойлайды жыдан, қолында тек цифрлармен екран. Қарауын оқылап, сәтсіз қиқатқан. Өте жақсы. Балалар байқадыңдар ма? Өлеңді өзгерткені қазіргі заманның сөзімен өзгертіпті. Бірақ негізгі идеясын естиміз, қазір байқаймыз өзгертілмегені өзгертпе деп айтқан, айта ғой. Қандай сөздермен алмастырды? Әлеуметі жоқ зар болды. Тағы. Қолында тек цифрлармен екран. Цифрларды қазір заманауи түрлі қолдарына не? Телефон, цифрлық барлығын қолдана аласыңдар, иә? Тағы. Қарауын оқылап, сәтсіз қиқатқан. Жарайсыңдар. 8-ші жұп. Адамға таңылды қадірсіздің баласы, ақшасына сүйеніп әр сөзді жолды аша. Басында өзі қатырып сол заманның адамы аңсаған сондай жағалмай. Қандай сөздер алмастырдыңдар? Онсыз қол болды деп Қандай сөздер алмастырдыңдар? көзі төмен адам. Жақсы. Тағы. Асылсыздың баласы. Оның қандай сөздер алмастырдыңдар? Қадірсіздің баласы. Жарайсыңдар балалар. Жақсы, өте жақсы. Тамаша, жарайсыңдар. Жастарды жақсыңдар әр топқа. Бір оқушы келіп, ол тірек сөздерді естеді, қазір соңында оқиды. Бірінші тірек сөздер. Қайталанбасын байқаңдар, жақсы. Айтамын. Кеспеген, сен қандай өмір? Қайда? Час. Кеспеген сөз аласың ба? Кейін тапсырма емес. Ал, жастырау. Маңғыстау, сен екінші жыл. Келесі, қалай, жастыр, інжін, жастыра қойса. Димаш, Арайлым, әркім өзі жақсы. Тірек сөздерді жастыра қойыңдар. Әр жұп үзінділерден не істейді? Материалдық сөзді бір жұптары жазады біреуі рухани құндылықтарды іздеп теріп жазасыңдар. Кестені, алдағы кестені толтырамыз. Материалдық жағы. Рухани құндылықтар, қайғы, азап, төгілді. Жақсы. Келесі қай жұп болды? Материалдық ақшасына сүйеніп, рухани құндылықтары құл болды, асыл сыздың баласы жаманның адамы. Жақсы. Біреуі материалды оқу керек, екінші жұп рухани. Жарайды, келесі оқушылар. Біреуі материалды, екінші жұп. Материалдық жол салу
алу, көпір салу сияқты нақты жасалған іс-әрекет. рухани құндылықтар жеті жұрт кетіп қайырсыз адыра қалмас. Өте жақсы, тамаша. Отыра қойып. Қай жұрт қалды бізде? Рухани құндылықтар үміт, қайыр, береке, қуат, қарапайым сәтсіздік. Материалдық Пар. Жақсы. Келесі. Өте жақсы. Ойындар. Материалдық елдің жайын өзендері, Айы өзені, Маңғыстау, Үшбөлдегі. Жақсы. Тамаша. рухани құндылықтар жүрекке өкінішті. Қалады, жарайды. Жарайды. Отыра қойыңдар. Келесі. Соңғы жұрт. Қайсы қалды? Шыға қойыңдар. Материалдық байлық, көптік бал, реніш пен ықылас. Рухани құндылық заман да толық адамгершілік. Жақсы, тамаша. Осы бүгінгі сабағымызды қорытындылап, өз ойларыңды айтсаңыз. Біріншіден, не түсінікті болды, емес екіншіден түсініксіз болды сабақ. Маған не ұнады, не ұнамады, әркім жұртпен осы төрт сөйлем әдісі бойынша маған кері байланыс берсе. Біріншіден, екіншіден, үшіншіден және қорытындылай келе. Түсінікті ғой балалар? Уақыт беремін сіздерге. Айтсаңыз. Бізге бұл сабақ ұнады, әрі қызықты болды. Екіншіден, себебі біз бұл сабақ арқылы көптеген пайдалы мәліметтер білдік. Үшіншіден, кейбір түсінбеген жерлеріміз болды. Қорытындылай келсек, біз үш қиян туралы көптеген қызықты мәліметтер түсіндік. Өте жақсы. Рахмет сіздерге. Аха. Айтады. Мен бүгінгі сабаққа көп мәлімет алдым. Маған балалардың жауап берген ұнады. Себебі олардың өлеңі жақсы болды. Төртінші, қорытындылай келе осы сабақ жақсы мәлімет берді. Өте жақсы. Иә, қалай? Екіншіден, бүгінгі сабақ маған қатты ұнады. Екіншіден, бүгінгі сабақта шүйен туралы қосымша ақпарат болды. Жақсы. Үшіншіден, сабақ көңілді әрі қызық болды. Қорытындылай келгенде бүгінгі сабақ өте қызық болды. Жақсы, рахмет балалар. Иә. Бұл сабақ маған ұнады. Екіншіден, берілген тапсырмалар қызықты болды. Үшіншіден, басында қиын болды, бірақ түсінгеннен оңайлы. Төртіншіден, бұл сабақта үш қиян толғауын толықтай түсініп, пайдалы ақпараттар алдым. Өте жақсы, рахмет сіздерге. Біріншіден, сабақ маған түсінікті болды. Екіншіден, өлең өзгерту тапсырмасы қызық болды. Үшіншіден, сабақта айтылған ақпараттар есімде қалды. Бізге сабақ қатты ұнады. Рахмет сіздерге. Жақсы. 8 балл. Жамасақ? 10 балл ма? Нақты есептеді ма өзіңе? Молодец, жарайсың. Құралай? 8 балл. 8 балл Еркебұлан. 9 Арайлым. 9. 8 балл. 8 балл. Толғаудағы бір құндылықты қазіргі жастарға әсері. Түсінікті ғой? Әркім өздерінің ойларын ашпайды. Ертең тақырыбы толғаудағы бір құндылықтың қазіргі жастарға әсері. Жазып алдыңдар ма? Барлығымыз тұрамыз. Бүгін сабақ аяқталды. Сіздерге көп рахмет.